таңғы ас уақыты, неге жоқ болып кете бересің, деді ұлан өзіне ғана аян, өзгеге беймәлім қасында отырған елеске. Білмеймін, сол бір күні есіңде ме, екеуміз көлікте отырып ұзақ сөйлесіп едік қой, деді ұлан әдеттегідей өткенді еске алып. Есімде, таң атқанша сөйлестік, бірақ мен сол күні саған шындықты айтуға батылым жетпеді, деді ұлан өкінішпен. Айтуыңыз керек еді, бәрі басқаша болатын еді. Сен не ойладың сол түні, деп ұлан елеске жақындай түсті. Аға мен қарындас арасында мұндай сезім болуы мүмкін емес деп ойладым. Ағамның маған деген бөтен ойы болуы мүмкін емес деп ойладым. Сол түні көп нәрсе ойладым. Кешірші, деп ұлан елеске қолын соза беріп еді, қасында отырған бейне ғайып болды. Сол күні ұлан мен сезім нағашыларынан қалаға қайтып келе жатқан еді. Орта жолда көліктері бұзылып қалды. Қырсыққанда байланыста ұстамайды екен. Күн ұясына әлде қашан батып үлгерген ұлан көлік тоқтатпақ болып біраз далада тұрды. Тоқтамай кеткен бір көліктен басқа ешқандай көліктің қарасы көрінбеді. Сезім екеуі көлікте ұзақ әңгімелесті. Ұлан сол түні сезімге: сен менің туған қарындасым емессің, сені асырап алғанбыз, мен сені сүйемін, ғашықпын саған, өмірімнің бар мәні сен, деп ішіндегісін айтып салғысы келгенімен батылы жетпеді. Қорқытып алам ба деп ойлады оны. Таң атуға таяу қалған уақытта сезім тәтті ұйқыға кетті. Ұлан ұйықтамады. Ол сезімнен көз алмай ұзақ қарап отырды. Хор қызындай сұлулық, нәзіктік, аңғалдық пен адалдық бәрі сезімнің бойынан орын тапқандай болып көрінді ұлан үшін. Құштарлана маңдайынан сүйді де сезімге тамсанумен таң атырған еді ұлан. Кезекті терапия. Ғазиза Қанатқызы ұланның алдында түрлі түсті қаламдар қойды да бір бет парақты қолына ұстатты. Ұлан, мына жерге кез келген көңілің қалаған бір сурет салып берші, деді. Ұлан парақты түгел қара түске бояды да парақтың бір бұрышына қаламмен дөңгелетіп бояп қойды. Ұлан, мынау ақ дөңгелек не нәрсе, деп сұрады Ғазиза Қанатқызы. Бәрін жақсы біліп тұрса да: ол сәуле, одан сезім пайда болады, деді ұлан күлімсіреп. Елес пе, деп дәрігер сұраулы көзбен ұланға қарады. Жоқ, ол сезім, дәл өзі елес емес, деп ұлан басын шайқай берді. Жақсы ұлан, жақсы, тыныштал. Ұлан, тыңдашы, сен сезімге ғашық болып жүргенде оның да бойында саған деген өзгеше сезімдер байқалды ма, деп сұрады Ғазиза Қанатқызы. Жоқ, олай болған жоқ, ол маған ағасындай қарады. Бірақ мен оның ағасы емеспін ғой, оған айтуым керек, деп ұлан бүгін тағы да сол баяғы күйге түсті. Ғазиза Қанатқызы ұланның әкесіне хабарласып, балаңыздың есіне сезіммен жүздескен соңғы кездесуі түсті. Сол күні сезім оған бір сыйлығым бар еді, сізге арналған ескі сарайдың ішінде, деген екен. Егер таба алсаңыз, маған сол затты әкеліп бере аласыз ба? Бірақ нақты не екенін білмеймін, деп өтініш жасады. Ұланның әкесі ескі сарайды қопарып жүріп дәрігер айтқан затты тауып алды. Не сыйлық екенін білген бойда тұрған орнынан қозғала алмай қатты да қалды. Көзі қарауытып, басы айнала бастады. Демі тарылып, өз көзіне өзі сенбеді. Бір күні ұлан жүрегіндегі алабұртқан сезімнің жетегінде аулада көлеңке астында отырған әкесіне келді. Әке, сезімге шындықты айтатын кез келді емес пе? Қашанғы жасырамыз, деді. Ұлан әкесінен жасқанса да бұл жолы тура әрі нық сөйлеп, бетімен сөйлеме, болмайды, оны айтып не қылайын деп едің, деді әкесі ашуға мініп. Әке, қалай түсінбейсің? Оның шындықты білуге қақы бар емес па? Алда-жалда байқаусызда біреулерден біліп қойса қиын болады. Одан да өзіміз айтайық, деп ұлан дес бермеді әкесіне. Қызыма, сен асырандысың деп қалай ғана дәтім барып айтамын. Бұл шындықты көтере алмас. Бол досымен доғар, деп әкесі орнынан тұрып кетті. Жүрегі махаббаттан жарылардай болып жүрген ұлан сезімін ішінде тұншықтырып қала берді. Бара-бара ол сезім жанартаудай атылмасына кім кепіл еді? Ұлан осыдан қорықты. Бойындағы сезімге деген махаббатын қашанғы тізгінде ұстай алады? Күннен күнге ұлғайып келе жатқан бұл дерт бүгін болмаса бір күні бастағы ми мен кеудедегі жүректі жарып шығатыны хақ еді. Ғазиза Қанатқызы бүгін таңертеңмен ұланның әкесіне қоңырау шалып ала алмады. Кешегі айтқан сыйлықты тапты ма екен, ол не сыйлық болды екен деп әбден мазасы қашты. Бірақ ұланның әкесінен еш хабар болмады. Кезекті терапия. Ұлан, бүгін қалайсың, деп Ғазиза Қанатқызы иығына қолын қойды. Әкеме айттыңыз ба, сезімнің маған деген сыйлығын әкеп берсін деп, деді ұлан. Айттым әрине, іздеп жатқан болар. Ұлан, сенің жүрегіңде ауыр тиген жағдай бар ма өткен өміріңде, деп сұрады Ғазиза Қанатқызы тағы да ұланның жан дүниесіне үңілмек болып. Сезім, аға деген сайын тұла бойымның бәрі ауыратын еді. Ұлан әдеттегідей бір нүктеден көз алмай, енді ол сені ағасысың деп ойлайды емес пе, деп Ғазиза Қанатқызы ұланды өзіне қаратқысы келді.
Солай ойлайды. Бірде ол маған: «Аға, мен сізден қорқамын, мүлде шетелден келмеуіңіз керек еді» деген деп ұлан мазасыздана бастады. «Қалай ойлайсың, сезім сенің оған деген ерекше ықыласыңды сезді ме?» деген Ғазиза Қанатқызына ұлан. Ешкім сезімде, тіпті ата-анам да менің ішкі күйзелісімді сезбеді» деді ұлан. «Ұлан, тыңдашы, сезім неге сенен қорқам деді» деп Ғазиза Қанатқызы ұланның көзіне үңілді. «Білмеймін, мен оған тиіспедім» деп ұлан айқайлай бастады. Шын мәнінде ұлан сезімге қанша ғашық болып тұрса да, еш арам ойы мен пиғылы ешқашан болмаған. Керісінше жамандық атауынан бәрінен қорғап жүретін. Бірақ сезім ұланның өзіне деген ерекше көзқарасынан күдіктене бастаған болатын. Өз-өзінен жабылып, күйзеліске түсе бастаған еді. Ішіндегі күдігін не ата-анасына, не құрбыларына айта алмай өз ойларымен өзі арпалысып, кейде сол ойлардан қатты қорқып кететін. «Аға, мен сенен қорқамын» деген сөз сол күндердің бірінде айтылған еді. Ұлан бүгін тыныштандыратын екпеге де жарытып ұйықтамады. Көзін ашқаны сол еді. «Аға, мен сенен қорқамын» деген сезімнің даусы санасында жаңғырып тұрды. Ішкі дауыспен арпалысып отырғанда тағы да көзіне елес көрінді. «Келдің бе?» деді ұлан қуанып. «Келдім. Сен менен қорқасың ба?» деп ұлан оған қарады. «Жоқ, қорықпаймын енді. Бірақ қорықтың ғой, қорқам дедің» деп ұлан мазасыздана бастады. «Мен ол кезде шындықты білмедім. Кәне жат, ұйықтап ал, сен кетіп қалма» деген ұлан жастыққа жайғасты. Бірақ түп санасында сезімнің тізесінде жатқандай еді. Түс ауа Ғазиза Қанатқызына кабинетіне қолында қызыл қорабы бар, түрі адам шошырлықтай болып кеткен ұланның әкесі кіріп келді. Соңғы күндері сезім өзіне деген ұланның өзгеше көзқарасынан қорқа бастады. Қанша өз-өзіне «Мүмкін емес, ағамның маған деген бөтен ойы болуы ақылға сыймайтын нәрсе ғой, олай емес, олай болмайды да» деп өзін іштей тыныштандырғанымен бойындағы күдігі күннен күнге расталғандай болды. Бірде ұлан ойламаған жерден сезімді қатты құшақтап алды, жібермей ұзақ тұрды. «Не болып қалды, аға?» деген сезімге еш жауап қатпады ұлан. Сезім үшін ауыр да азапты күндері басталған еді. Ол өзінен де ағасынан да жеркенетіндей шығарды. Жарқырап, айналасына шуақ шашып жүретін сезім әп-сәтте тұйықталып, сөнген оттай басылып қалды. Сан мың ойдың арбауында шырмалып, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылғандай болды. Ұланның кей кезде ойламаған жерден жасайтын іс-әрекеттері, байқаусызда айтып қалатын сөздері сезімді тұңғиыққа қарай сүйрей берді. Бара-бара сезім ұланнан қашқақтай бастады. Ашылып анасына да ешнәрсе айта алмады. Байғұс қыз мұндай сорақылықты қалай айту керектігін де білмеді. Тіпті талай рет ағасымен бетпе-бет сөйлесуге бекінсе де батылы жетпеді. Күдік пен күмән сезімді іштей кеміріп, тірі өлікке айналдырды. Өз махаббатымен алысып, көзі байланып қалған ұлан болса, көз алдында солып, сөніп бара жатқан ғашығының мүшкіл халін байқамады да. Сондай күндердің бірінде сезім ұланның жұмыс орнына келіп, сыртқа шығуын өтініп қоңырау шалды. Ұлан бірден далаға шықты. «Тыныштық па? Сен мұнда келмейтін едің ғой» деді ұлан алдында тұрған сезімге. «Аға, саябаққа қарай жүріп қайтайықшы» деп сезім алға жүріп кетті. «Ал, айта бер, тыңдап тұрмын сені» деп ұлан сезімді белінен құшақтап келеді. «Аға, сіз адасып жүргендейсіз» деді сезім ұланның құшағынан сытылып шығып. «Түсінбедім» деді ұлан сезімнің көзіне тура қарап. «Аға, түсінесіз бе? Өмір заңына, табиғаттың заңына, тағдырға қарсы шығып күнәһар болудан қорқу керек адам деген деді сезім де ұланға тіке қарап, еш қаймықпастан. «Сезім, мен саған бір нәрсе айтуым керек» деп ұлан шындықты айтуға оқталғаны сол еді. Сезім алдын орап кетіп: «Айтпаңыз, аға. Тек бақытты болыңыз, мен сізге тілекшімін. Айтпақшы, сізге деген сыйлығым бар. Ескі сарайдың ішінен табасыз» деп сезім қадамдарын тездете жүгіріп кетіп қалды. Сезімнің бұл іс-әрекетінен байыбына бара алмай, ұлан абдырап қалып қойды. Күні бойы ұланның жұмыста жүрегі алабұртып біртүрлі болып жүрді. Сезімнің айтқан сөздері, қараған көзқарасы, бет-бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Жұмыстан соң неге екені белгісіз сол күні ұлан үйіне асықты. Бұл қобалжулы күйін өзі де түсінбеді. Үйіне сезім деп айқайлап кірді. Ас үйден, жатын бөлмеден, қонақ бөлмеден де сезімді таба алмады. Жүрегі бір нәрсені сезгендей тоқтап қалардай болып жуынатын бөлмеге қарай жүгірді. Есікті ашқаны сол екен. Жіпке асылып тұрған ғашығын көрді. Міне осылайша бір тағдыр қыршынынан қиылса, тағы бір тағдырдың тасталқаны шыққан еді. «Кіріңіз, қалыңыз қалай?» деп Ғазиза Қанатқызы ұланның әкесімен
амандасып орындықты нұсқады. «Міне таптым сіз айтқан затты», деп ұланның әкесі Ғазиза Қанатқызына қолындағы қызыл қорапты ұсынды. Ғазиза Қанатқызы қорапты алып ашып еді, ішінде жатқан бір жапырақ парақтан басқа еш нәрсе көрмеді. «Бұл Сезім қызымның балама жазып кеткен қоштасу хаты», деп ұланның әкесі еңкілдеп жылап жіберді.